Елді мекен дегеніміз не? Елді мекен дегеніміз бұл географиялық атауы бар халықтың тұрақты немесе маусымдық тұрғылықты тұратын жері. Бұрын тұрақты жері болмаған елді мекеннің қалыптасуы үшін қандай жағдайлар маңызды екенін талдап көрейік. Елді мекендерге қоныстану үшін алдымен елді мекен суға жақын жерде орналасуы тиіс. Адамдар ежелден судың маңына қоныстанған, өйткені адамдардың ауыз су егін шаруашылығымен айналысу үшін жайылымдарды суғару, өзендерде жеуге жарамды балықтармен қоректенген. Өзендердің бойымен су көліктері арқылы келесі елді мекендерге қатынауға болған. Қоныстану кезінде рельефтер, яғни жер бедерін дұрыс таңдау қажет. Жер бедері жер бетінің әртүрлі сыртқы бейнесі болып табылады. Жер бедеріне таулар, төбелер, ойпаттар, жазықтар жатады. Көбіне адамдар елді мекенді таңдағанда жер бедерінің тегіс жазық жерлерін таңдайды. Себебі құрылыс жасауға ыңғайлы, мал жайылымдарына егін егуге қолайлы болатындығы. Қоныстанатын жерлерді таңдауда климат маңызды рөл атқарды. Климат адам өмірінде тікелей байланысты. Өйткені белгілі аумақтарда өсімдіктердің, жануарлардың өмір сүруіне, сондай-ақ адам өміріне орасан зор ықпал етеді. Жер шарының климаты алуан түрлі, күннің жылуы мен жауын-шашынның болуынан пайда болады. Ауа райының көп жылдық жай күйін климат деп айтамыз. Климаттың мынандай түрлері бар екен: экваторлық, тропиктік, қоңыржай, полярлы. Климаттық белдеулер негізгі және өтпелі болады. Тұрақты климаттық белдеулерде үнемі бір ауа массасы, ал өтпелі климаттарда әртүрлі, яғни бірін-бірін алмастырып отыратын ауа массалар әрекет етеді. Климаттық белдеулер ауа массаларына және олардың ауысуына қарай бөлініп отырады. Климаттық белдеулер ендіктер мен экватордан полюстерге қарай қайталанып отырады. Жер бетіндегі климаттық белдеулер қалай орналасқан назар аударайық. Ортасында экваторлық сызық, содан кейін тропиктік, қоңыржай, екі жағында полярлық белдеулер орналасқан. Адамдар әрқашан өздеріне жылы да жұмсақ өмір сүруге қолайлы климатты таңдаған. Ең алғашқы адамдар Африкада пайда болды. Содан кейін көптеген жылдар арасында кеңінен тарала бастады. Алғашқы адамдар Қазақстанның оңтүстік аумағындағы Қаратау тауларының баурайларында қоныстанды. Бұл өлке адамдардың тіршілігіне, кәсібіне өте ыңғайлы орын болды. Адамдар өздерін баспана мен тамақпен қамтамасыз ету үшін шырайлы, өсімдігі мен жануарлары көп жерлерді таңдады. Қазақстан қай климаттық белдеулерде орналасқанын айтатын болсақ, Қоңыржай белдеуінің оңтүстік бөлігінде орналасқан. Республикада 4 мезгілі бар: көктем, жаз, күз, қыс. Қыста Сібірдің қатты аязы болса, жазда тропиктік белдеудің климаты сияқты жазы құрғақ, ыстық болды. Қазақстанның аумағындағы мекендер біртіндеп қалаға айнала бастады. Бұған себеп болған ұлы сауда керуені. Ұлы жібек жолы тауарлар тасымалдайтын керуендер, көпестер, саудагерлердің жүріп өткен жолы. Ұлы жібек жолы Қытайдан бастау алған. Жібек маталарды керуеншілер өткен жолдағы мекендерге, қалаларға айнала бастады. Сауда керуендері жүріп өткен жолдардағы ежелгі қоныстардың мәдениеті, шаруашылығы және кәсібі мен саясаты үлкен өзгерістерге түсті. Олардың кейбіреулері қалаға айналса, кейбіреулері жойқын соғыстан кейін қирап үйінділерге айналды. Ұлы жібек жолының бойында Қазақстанның мына қалалары пайда болды. Олар Шымкент, Алматы, Тараз қалалары және ежелгі қалалары Сайрам, Яссы, Отырар. Қазақстанның өзендері Сырдария мен Жетісу арқылы өтті. Ұлы жібек жолы тасымалдайтын саудагерлер Африканы экзотикалық жемістер мен зергерлік бұйымдар, түрлі металдар, әртүрлі ішіктер мен қару-жарақтар, асыл тастар, айырбас сатумен айналысты.